Сіздің ана үйіңіздегі жаңағыдай обойымды жыртты, анау сызып атқан балаларым деп шеке басын тырысып боқтап ұрысып жүрген балаларыңа қаншама ата-аналар зар болып жатыр сол балаға. Неше жылдан бері сұрап жатыр Алладан. Емделем деген бәрін емделіп жатыр. Себебін бәрін жасап жатыр. Бірақ Алла бермей жатыр оған. Түсінесіз ба? Сенің ондай біреу емес, сенің ондайдың бірнеше штук бар сенің үйіңде. Бірақ олар не істемей жатсыз, соны мән бермей жатсың. Түсінесіз ба? Ой шешем, ой әкең деп боқтап қоясыз оны. Жоқ, Алланың берген нығметі олар. Оған мән беріңіздер. Оны бағалаңыз сіз. Альхамдулилля, Алла маған осындай перзент берді деп. Түсінесіз ба? Ғалымдар айтқан, бала шағаңа ана қорадағы мал секілді мәміле қылмаңыздар деген. Қорадағы мал қашан мөңіремейді? Қашан? Уақытылы суын беріп қоясың, уақытылы жемін бер, шөбін бердің де, болды, тыныш жатады жануар қорада. Бала шаға ондай болмасын деген. Уақытылы продуктысын бердің, шөтінде ақшасы бар, болды, мазаламаңдар. Олай болмайды бауырлар. Сенің бала шағаң, сен қорада мал емес олар.